بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Бүгін сіздермен Алла қаласа Әл-Усрату Саида деп аталатын бақытты отбасы мағынасы отбасылық тақырыбымызды ары қарай оқуды жалғастырамыз, Алла нәсіп етсе. Бүгінгі тақырыбымыз күйеу бала таңдау. Немесе тұрмыс құрмаған қыздарға өзіне өмірлік жарын күйеуін таңдау. Енді бұған дейінгі дәрістерімізде біз көбінесе қыз таңдауды, әйел таңдауды айтатын едік. Енді бүгін сол өзіміздің әпке қарындастарымызға, қыздарымызға қандай күйеу бала, қандай ер адам таңдау керек? Осы мәселеге тоқталамыз. Және немесе бір қыз бала тұрмысқа шықпаған болса, ол тұрмысқа шығу ниеті болса, ол не нәрселерге мән берген дұрыс болады? Яғни өмірлік күйеуіне не нәрселерге қарап таңдаған дұрыс болады? Осы мәселелерге біраз иншалла тоқталатын боламыз. Әдетте айтқанымыздай, ислам шариғаты бізге салиқалы жар, яғни қыз таңдау мәселесінде жолын көрсетті. Ол маңызды екендігін айтты. Яғни оның Құранның аятынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистарынан бізге ұсыныстарын келтірді. Енді кімде-кім сол діннің айтқандай қылып сол ұсыныстарға амал ететін болса, онда әлбетте ол өте бақытты отбасы болады. Бұның ешқандай бір қызға да немесе жігітке де зияндығы жоқ. Діннің айтқанын жасаса, егер кімде-кім діннің айтқанын жасайтын болса, Алланың және пайғамбардың айтқанын жасайтын болса, ол еш жерде қорлық көрмейді, ол ешқандай заттан ұтылмайды. Ол бар болған өмірі берекелі болып, бақытты өмір сүруге, өмірі бақытты болуға айналады. Одан басқа жол жоқ. Неке мәселесіне Айша радиаллаху анха анамыз айтады. Неке қию дегеніміз бұл ғибадат амалы дейді. Ғибадат. Ғибадат деген біздің түсінігімізде намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару деп қалып қойған ғой. Біздің түсінікте сонда бір адам намаз оқи берсе, көп намаз оқса, біз оны мықты адам деп айтамыз ғой, жаңағыдай құлшылығы көп, ғибадат көп жасайтын амал деп айтамыз. Ғибадат деген ол не? Егер ниеті дұрыс болса, адамды Аллаға жақындаттыратын амалды. Неке қию да сондай амал дейді. Айша радиаллаху анха анамыз айтады, неке қию бұл ғибадат амалға жатады дейді. Сондықтан сіздердің қайсы біріңіз, жігіт болсын, қыз болсын, екеуіне де қатысты айтып жатыр. Сіздердің қайсы біріңіз неке қиятын кезде өзін кімнің қамқорлығына беріп жатыр, соны жақсылап қарасын дейді. Өзін кімнің қамқорлығына табыстап жатыр, қызға айтылып жатыр да бұл жерде. Немесе өзіне кімді алып жатыр деген мағынада. Яғни бұл жерде негізі жігіт пен қыз үйлену барысында бір-біріне қамтамасыз ету, бір-бірінің қамқорлығына алу деген нәрсе бар. Енді қыз бала еркектің қамқорлығында болу деген қалай? Әлбетте қыз әлсіз болғаннан кейін ол еркектің қорғанында болады. Осылай қамқорлық танытады. Әлсіз жерлерінде оған күш керек болады. Еркектің күшімен оған сырттан жаңағыдай әлімжеттік жасалмайды. Ал ер адам үйленгеннен кейін әйелдің, қыз баласының қамқорлығында болу деген сөз, ол оған иманында жәрдем беру, оның Алла нәсіп еткен ұрпағын дүниеге алып келіп беру, және оларға дұрыс тәрбие беру, оның сыртқа алаңдатпай, оның барлық ыстық суығын үйін жинап, қазанын қайнатып, оның малын сыртқа шашпай, оның ар намысын үйде сақтап отыру, бұл ер адамның әйелдің қамқорлығында болғаны болып есептелінеді. Сондықтан бұл еркектің, былайша айтқанда, шаршамай, өзінің ісін жақсы көріп,
жасауына өте бір себебін тигізетін амалдар да. Сондықтан Айша анамыз радиаллаху анханың айтқан сөзі осылай еді: неке ол ғибадат секілді, сіздер өзіңізді кімнің қамқорлығына беріп жатқаныңызды жақсылап қараңыздар деді. Имам Ғаззали рахималла Ихя улумуддин кітабында мынандай бір өсиет айтады: үйленетін кезде жігіт қыз жағына емес, керісінше қыз баласы өзінің бара жатқан жігітін жақсылап зерттесін дейді. Осы мәселені жақсырақ білу маңыздырақ дейді. Жігіттің қыз таңдағанынан қарағанда қыздың жігіт таңдағаны маңыздырақ дейді. Себебі қыз тұрмысқа шыққан кезде ол сол тұрмысқа шыққан күйеуіне байланып қалады дейді. Былайша айтқанда оның өзіндік еркі не қылып қалады, сол күйеуіне байланып қалады да. Ол өз еркімен өмір сүре алмай қалады. Оның айтатын сөзі, жүретін жүрісі барлығы не күйеуіне бағынышты болып қалады. Бойұсыну керек та оған. Сондықтан егер еркектің басына қандай бір проблема келіп, ол өмірінде осы таңдауда қателескен болса, еркекте мүмкіндік болады, ол екіншісін алуға, үшіншісін алуға мүмкіндік болады. Немесе мүлде мынау ұнамаса, арасын ажыратып, басқасын үйленуге мүмкіндік болады. Еркекте байдан қайтып келді деген нәрсе болмайды. Имам Ғаззали соны түсіндіріп жатыр да. Ал қыз баласында ондай мүмкіндік жоқ дейді. Қыз бала бір рет тұрмысқа шығады, ол өмірінде бір-ақ рет жасайтын нәрсе да. Олдан қателесуге болмайды. Сондықтан некенің алдында жігіт қызды қатты зерттегеннен қарағанда, қыз жігітті қаттырақ зерттеп таныған дұрысырақ болады. Мен ылғи да айтамын ғой, қызыңызды әпке қарындастарыңызды тұрмысқа беретін кезде сол келіп жүрген жігітті жақсырақ зерттеп білуіңіз керек. Сіздің қызыңыз қарындасыңыздың оған шамасы жетпесе де, сіз оны сынайтын жерде сынап, көретін жерде көріп, жан-жақтан сұрастырып, танып білу керек. Мен мұсылман болғаннан кейін мұсылмандық жағымен сынаймыз ғой біз. Сол жақтармен көріп, болатын болса, болатынын айту керек, болмаса, болмайтынын айту керек. Оны тыңдайтын қыз болса жақсы да, бірақ. Тыңдайтын қыз болса, сенің қарындасың солай, немесе қызың сондай тәрбиеге көнсе, онда жақсы. Осы имам Ғаззали рахималлахтың өсиеті және жоғарыда айтқан Айша анамыздың сөздері, бұл бізге, бұл екі сөздің өзі былайша айтқанда неке мәселесінде үлкен жаңағы проблемаларды шешіп беретін сөздерді айтып жатыр. Енді тақырыбымызға оралсақ, лайықты күйеу жігіт таңдаудың ең біріншісі біз былай жасаймыз. Құранда Аллах тағала аятта айтты: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна акрамакум индаллахи атқакум деді. Ақиқатында сендердің ең дәрежесі үстем болғандарың Аллахтың құзырында. Кім деді? Атқакум, Аллахтан ең тақуалық қылып, ең қатты қорқатындарың деді. Сонда бұл аяттан адамдардың ішіндегі ең абзалы, Аллахтың құзырында, Алланың алдында дәрежесі ең үстем болғаны, ол бай емес, ол мансапты адам емес, ол күшті адам емес. Ол ең күшті болғаны кім болды? Аллахтан шынайы қорқып, тақуалық қылатын адам дейді. Сол үшін қыз баласына айтылып жатыр: сен өзіңе жігіт таңдайтын кезде бірінші орында оның тақуалығына мән бер деген сөз. Біздерге айтып жатыр: қарындасыңа, қызыңа күйеу жігіт қараған кезде бірінші оның тақуалығына мән бер дейді. Себебі ең тақуа адам, егер сен оны тақуа деп танысаң, біліп қой, ол адам Алланың құзырындағы ең жақсы көрген, ең дәрежесі үстем адам болады дейді. Бұндай адам бірінші орында тұру керек та. Бірінші сипат осы демек сонда. Оның жаңағы басқа дүниесі, мансабы ол кейінгі мәселелерге келеді. Бірінші тақуалығына қаралады. Одан кейінгі бұл жерде енді тақуалыққа қаралады. Енді тақуалық деген не нәрсе дегенде бұны да түсіндіру керек та. Тақуалық деген ғұламаларымыз бір сөзбен айтады да, оны жеңіл қылып, ең қысқа нұсқа айтылатыны тақуалық деген Аллах тағаланың бұйырған нәрселерін талқыламай орындап, Аллахтың тыйған нәрселерін, тыйым салған нәрселерін соны талқыламай тыйылса, адам бас тартса, бұл тақуалық деп айтады. Бұл енді адамның жүрген орнына қарай тақуалықтың
жаңағы жолдары да өзгере береді. Сен жұмысыңда да тақуалық қылуың керек, үйде де тақуалық қылу керек, отбасыңда да тақуалық қылу керек. Ол жерлердің барлығында Алла саған нені жаса десе, соны жасау керек та. Тыйыл деген болса, содан тыйылу керек. Сонда не болады? Тақуа боласың. Тақуалық тек мешіттің ішіне кіріп келген кезде тақуалық жасап, жұмысқа барған кезде жұмыстағы сол баяғы көшенің әңгімесімен, жұмыстағы сол өзің класстастарың әңгімесімен жүрсең, ол тақуалық болмайды да. Барлық жерде бірдей. Мешітке кірген кезде сенде қандай түр әлпет болса, мешітке келгенде сен қандай тақиямен, кәдімгі бір субханалла, машалла болсаң, жұмыста да тура сондай болу керек та. Сонда бұл тақуалық шынайы тақуалық болып есептеледі да. Біздердің басым көпшілігіміздің сипатымыз сондай болып қалды ғой қазір. Жаңа жер таңдап, адам таңдап тақуа боламыз, адам таңдап отырысымызға қарай Құдайдан қорқамыз деген сияқты. Бірақ кей жерлерде ұмытып кетеміз да. Ортамызды енді өзгерту керек болып тұр, ортамызда көп әсер етеді. Осы жерде реті келген екен, айта өтейік. Әйел адам турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой. Сахабалар сұрайды пайғамбарымыздан. Мына әйел жайында не айтасыз дейді. Бір әйел бар дейді. Ол намазын оқиды, ол оразасын ұстайды, ол дүниесінің артылғанын садақа береді дейді. Бірақ оның бір кемшілігі бар, ол тілімен көршісіне зиян тигізеді дейді. Тілімен көршісіне зиян тигізеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ол әйел тозақта дейді. Ол әйел тозақта. Намазы, түсіндіңіз ба? Намазы бар. Оның оразасы бар. Ол садақасын жасап жүрді, бірақ тілімен көршісіне зиян келтірді. Бұл әйел тозақта дейді. Сахабалар екіншісін сұрайды. Ал мына әйел жайында не айтасыз дейді. Ол әйел намазын оқиды, оразасын ұстайды, малынан, дүние мүлкінен артылғанын зекет садақасын береді, бірақ көршісіне зиян тигізбейтін әйел дейді. Бұл әйелге не айтасыз дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл әйел жәннатта дейді. Бұл әйел жәннаттық дейді. Осындай сипаттағы адамды айтып жатыр да. Сонда біз еркекке де, әйелге де көбінесе қатысты болатын нәрсе, мына бір хадисті айтайын, соны еркекті қосып айтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, адамды жәннатқа кіргізуіне көбірек себеп болатын нәрсе, ол оның намазы емес, ол оның оразасы емес, ол оның садақасы емес, ол оның мінезінің көркем болуы дейді. Адамды жәннатқа кіруіне көбірек мүмкіндік алып беретін, және адамдардың көпшілігінің жәннатқа кіруіне себеп болатын нәрсе, оның мінезінің көркемділігі деп айтады. Әйелді көріп тұрсыз ғой, еркекті де айтты, әйелді де айтты. Сонда біздің тақуалығымыз, ерлі зайыпты арасындағы тақуалық мәселелеріміздің барлығы тек қана ғибадаттармен, намаз, оразамен шешіліп қалмау керек та. Тілді де тыю керек, барлық дене мүшені Аллах тағаладан қорқатындай дәрежеде тыю керек болады. Сонда ғана жәннатқа лайықты ер адам, сонда ғана жәннатқа лайықты әйел адам болады. Енді қазір кейбір қыз балдар болады ғой, орамалы бар, Алла разы болсын, Алла тағаланың әмірін орындап жүргеніне, өзі үшін ғой, орамалын тақса. Бірақ оның бір жаман мінездері болады да, жаман мінез болады. Яғни ол шариғаттың тыйым салған жерлерінен бас тартпайды. Сол орамалмен жаңағы тойлардың ортасында шашып, билеп жүре береді деген сияқты. Немесе еркек адам болады, басында тақиясы бар, иегінде сақалы бар. Дәл солай шариғатқа жанаспайтын ортамдарда жүре береді. Ол намаз оқиды, ол ораза ұстайды, ол зекет береді, ол бір жаңағыдай бір үлкен бір істерге атсалысып жүрген адам шығар. Қыз, әйел болсын, еркек болсын. Бірақ ол шынайы Алладан қорқу, Алладан қорқып, ол Алла тағаланың тыйған нәрселерінен оның аяқ қолы кері шегініп жатқан жоқ, оның тілі тоқтап жатқан жоқ, тілі қысқарып жатқан жоқ. Демек, намаз, оразаларымыздың барлығы бізді құтқара алмауы мүмкін да. Құтқара алмауы мүмкін. Сондықтан оған қатты сеніп қалмайық. Әлбетте, оқымақ қояқ деген сөз шықпайды да, ақыры құтқармайды екен ғой бізді, онда оқып қайтеміз онда. Жаңағы жүрегім таза менің деп жүргендердің сөзі дұрыс екен ғой деп ойға келмеу керек та. Екінші жағынан адам намаз оқымай, ораза ұстамай, оның жүрегі ешқашан таза болмайды да. Ал екеуі де бірдей жасалу үшін ол адам өзінің ішкі жан дүниесімен шынайы ықыласпен жасау керек. Сол үшін бірінші еркек
жаңағы күйеу жігітті таңдайтын кезде оның тақуалығына мән береміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мынадай бір хадис келеді. Марра ражулун аля наби саллаллаху алейхи уассалам. Бір күні пайғамбарымыздың жанынан, сахабалармен отырған кезде жанынан бір адам өтеді. Фақала ма тақулуна фи хаза. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанындағы сахабаларға айтты: мына адам жайында не айтасыңдар деді. Ол өткен адам бай адам екен де. Бір бай адам өтеді, сахабалар сұрайды: мына адам жайында не айтасыңдар деді. Қалу, сахабалар айтады: хариюн ин хатаба ан юнкаха. Ол сондай адам, еркек дейді. Ол хариюн сондай еркек. Ин хатаба ан юнкаха. Ол қыз сұрап келсе, некесіне қызыңды беретін адам дейді. Неке қидыруға. Ва ин шафаа ан юшафаа. Ол шапағат сұраса, шапағат етілуге лайықты адам дейді. Ва ин қала, ал егер ол бір сөз айтса, ән юстамаа, оның сөзі тыңдалатындай адам дейді. Адамдар сол пайғамбардың жанынан өтіп кеткен адамға, бай адамға осылай сипаттама берді. Байды қызың сұрап келсе бере бересің дейді. Бірден айтса аузыңды ашып тыңдайсың деп тұр. Сумма саката. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үндеген жоқ, үнсіз қалды. Фамарра ражулун мин фуқараи муслимин. Бір кезде дәл сол уақытта пақыр кедей мұсылмандардан болған бір адам өтті дейді жанынан, сахабалар мен пайғамбарымыздың. Фақала, пайғамбарымыз сұрады сахабалардан: ма тақулуна фи хаза. Мына адам жайында не айтасыңдар деді. Бірінші өткен бай еді, мынау кедей. Бұл жайында не айтасыңдар дегенде сахабалар айтты: қалу хариюн. Ол сондай еркек, ер адам. Ин хатаба ан ла юнкаха. Ол егер қыз сұрап келсе, қызыңды бермейтін адам дейді. Ва ин шафаа ан ла юшафа. Шапағат сұраса, шапағат етілмейтін адам. Ва ин қала ан ла юстама. Егер ол бір сөз айтса, оның сөзін тыңдауға тұрарлық емес адам дейді. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Мына жерде сахабалардың жауап бергені дәл сіздікіндей біздікіндей түсінікті ғой. Қарапайым. Бұл дүниенің шырмауына алданып, пәни дүниенің қызығушылығына алданып жүрген адам не айтады? Тура сол сипаттаманы айтып беріп жатыр. Біздегідей нәрсе ғой. Мысалы бір бай, бір мансапты біреуді бәрі мақтайды да. Бірақ дүниесі жоқ, қарапайым бір мұсылманды мақтамайды. Тура сондай күйде жауап берілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не айтады сол кезде? Пайғамбарымыз айтады: хаза хайрун мин мил'ил арди мисла хаза дейді. Мына екінші өткен кедей мұсылман, анау бірінші өткен байдан қарағанда, сондай байлар жер беті тола болса да, мынаның біреуі бүткіл содан қайырлы дейді. Түсінікті болды ма? Бүткіл содан қайырлы. Бұл адамды не үшін сипаттап жатыр? Ол кісі кім еді десе, сол риуаятты, бұл хадисті ашықтап келген ғұламалар айтады. Бірінші өткен бай адам, ол пасық адам еді дейді. Джухайл ибн Сурақа деген кісі. Джухайл ибн Сурақа. Бұл пасық, мұсылман да, бірақ пасық. Пасық деген кім? Ашықтан ашық күнә жасай береді. Аллахтың әмірін қарсы келе береді. Сол адам еді дейді. Ал екінші өткен адам, ол дүниесі жоқ кедейді, бірақ ол тақуа жан еді дейді. Пайғамбарымыз соны айтып жатыр да, сонда бізге қалатын қорытынды не? Жер беті толған пасық байлар болса да, бір тақуа кедей жанның дәрежесі жер бетін толтыратындай пасық байлардан артық дейді сөз. Бізге шариғат сонда нені көрсетті? Күйеу жігітті таңдайтын кезде оның байлығы емес екен да, оның тақуалық екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамның дәрежесін осылай көрсетті. Кімнің қаншалықты артық екендігін оның байлығына емес, оның тақуалығына қарап көрсетті. Егер бір бай болса, оның тақуалығы болса жақсы. Байлық пен тақуалық біріксе, онда одан асқан нәрсе жоқ та. Ол жақсы адам болады. Ал егер байлық болып, оның жанында тақуалық болмаса, одан пайда жоқ. Көрдіңіз бе? Байлықтың жанына тақуалық келмесе, адалдық келмесе, онда оның пайдасы жоқ. Ал кедейлік ше? Кедейлік. Немесе тақуалықты айтайық.
екінші жағын. Тақуалық ол жерде байлық болса да, болмаса да, ол адам әрқашан жақсы. Түсінікті болды ма? Жаңа екі адам өтті, біреу бай, екіншісі тақуа. Тақуада дүниесі болсын болмасын маңызды емес. Бұл әрқашанда ең абзал адам болады. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай, ол сондай адам екенін көрсетті. Сондықтан бірінші күйеу жігіттің діндарлығына, және ол дінді қалай ұстанады, оның тақуалығына, оның шынайылығына мән береміз. عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Әбу Хатим әл-Музани рахималлахтан радиаллаху анхуден жететін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Бұл енді біздің көп қарсы келіп жүрген хадистарымыз. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Пайғамбарымыз айтады: "Иза жаакум ман тардауна динаху ва хулуқаху." Егер сіздерге оның діні және мінез құлқы сізді разы қылатын бір адам келсе, яғни қызың сұрап келсе деген сөз. Немесе жаңағыдай бір үйдегі сенің бір қыз баланың қолын сұрап келсе, фәәнкихуху, сұрағанын беріп үйлендіріңдер оның дейді. Діні мен мінез құлқына қарайды. Діні және мінез құлқы сендерді разы қылатын адам сұрап келсе, қызыңды немесе әпке қарындасың оған беріңдер дейді, үйлендіріңдер. Илля тафалуху такун фитнатун фил арди ва фасадун дейді. Егер де бұлай жасамайтын болсаңдар, діні және мінез құлқы керемет жігіт келіп қызың сұрағанда бермей қойсаң, не болатынын айтады пайғамбарымыз? Такун фитнатун фил арди дейді. Жер бетінде фитна пайда болады дейді. Және ва фасадун, бұзғыншылық пайда болады. Әңгіменің астарын түсініп тұрсыздар ма? Тең-теңіне қосылмаса, жер бетінде бұзғыншылық пайда болады дейді. Бұзғыншылық. Мына қазіргі қоғамдағы әйелдердің жесір қалып, балалардың жетім қалып, қорлық көріп, зұлымдық көріп жатқанның барлығы осы тең-теңімен нәсіп етіп сұралып келген кезде өздері қосылмай, бір дүниеге қарап, ұнатпай тұрған бір адам келіп қалса, байлығы жоқ, жаңағыдай бір жұмыс жоқ, бірақ тақуа керемет жігіт та, мінез құлқы кішіпейіл өте жақсы жігіт. Келеді, сұрап келеді да, сен қарайсың да, жоқ деп айта алмайсың, оның да көңілін қалдырғың келмейді. Қызым оқуын бітіріп алсын деп шығарып саласың да. Оқып жатыр еді, оқуын бітіріп алсын деп шығарып саласың. Ал бір жаңағыдай мұнайда жұмыс жасайтын бір мықты біреу келіп сұрап қалса, оның жаңағыдай ертең құда жақтар ертең саған көбірек бір пайдасын тигізетіндей бір адам келіп қалатын болса, онда оқу күте тұрады да қайда барады? Қыз баланың мақсаты үйде отыру емес па деген сияқты сөздер айтып, мүмкін екінші жағына көшіп кетуіміз мүмкін да. Сонда бұл біздің бұл заттарды жасамауымыз жер бетінде мынау негізгі қағидаттың орындалмауына алып келеді екен ғой. Бүлік, фитна, бұзғыншылық пайда болады. Ана Бақара сүресінің басындағы 5 аяты бар, сосын мына жағындағы беті бар ғой. Сол жерде жер бетінде бұзғыншылық жасайтындарды айтады ғой. Олар бұзғыншылық жасайды да жер бетінде. Сосын оларға жер бетінде бұлай бұзақылық жасамаңдар десең, олар айтады, жоқ, біз ондай емеспіз дейді да, бірақ олар өздері сөйтіп жасап жүргендерін сезбейді деп айтады. Біздер ғой, мысалға сізбен біз мойындаймыз ба қазір? Жер бетін бүлдіріп жатырмыз, бұзып жатырмыз, қиратып жатырмыз деп сіз айтса, қой, мен ешкімге менің күнәм жоқ, менің ешқандай жазығым жоқ деп бәріміз айтамыз да. Бірақ осы тиесілі нәрсені орнына бермегендігіміз үшін жер бетінде бұзақылық пайда болып жатыр. Оған сізбен біздің кінәміз бар. Зұлымдық деген не ол білесіздер ма? Зұлымдық деген. Зұлымдық деген тиесілі нәрсені тиісінше жасамау. Керек нәрсені керегінше жасамау, бұл зұлымдық болып есептеледі. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, діні жақсы, мінез құлқы жақсы жігіт келген кезде қызыңды бермеу, бұл зұлымдық болып есептеледі. Бұл бұзақылық болып есептеледі. Біреуді ұрып соғып, немесе біреудің ақшасын тартып алып, біреуге қорлық көрсету маңызды емес. Бұл нәрсе керегін жасамағандық үшін зұлымдық, бұзақылық болып есептеледі.
Демек, біз түсінгеніміздей күйеу жігітті таңдайтын кезде оның бірінші тақуалығына, оның мінез құлқының керемет екендігіне, дінді қалай ұстану керек екеніне тоқталдық. Бір аятты, бірнеше хадисті оқыдық. Қорыта келе, ғұламаларымыз барлық аяттарды, хадистарды жинақтай отырып, күйеу жігіт таңдайтын кезде қандай сипаттарға мән берген жөн болады дегенде, бұлай деп бірнеше тізбектеп айтып береді. Біріншісі діндарлығына, екінші сол дінді ұстанудағы тақуалығына, үшіншісі жаңағы айтқанымыздай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екінші хадистағы келгендей мінез құлқының көркем болуына қаралады. Төртіншісі отбасылық мәселелерге қаншалықты жауапкершілігі бар, осыған қаралады. Бесінші алып жатқан қыздың теңі болу. Ол теңдік оның жасына да қаралады, оның біліміне де қаралады, оның басқа да жаңағыдай әке жақтағы тумаластарының арасындағы діндар болуларына, оның тегіне барлығына қаралады. Сондықтан қыздарымызға, әпке қарындастарымызға осылай ер адам іздеген кезде, немесе келген кезде біз оған бірінші осы талаптарды жаймен оның бойынан іздеп шығуымыз керек болады. Жауапкершілік деген өте маңызды қазір. Жауапкершілік. Жаңа айтып отырмыз ғой, төртіншісінде отбасылық мәселелерді атқара алатындай болу керек. Жауапкершілік деген осы. Жауапкершілікті сезінген адам, ол бір қиған некені қайта бұзбайды. Жауапкершілікті сезіну деген ол тақуалықтың шыңы. Тақуалықтың шыңы. Ол ешкімге қиянат жасамайды. Мысалға, бізге Аллах тағала отбасын құрғаннан кейін әйел бала шағамызға не жасау керек екендігін айтты ғой. Шариғатта үкімі бар ғой оның. Біз не істеуіміз керек? Әйел бала шағаны алғаннан кейін оны ұрып соқпауымыз керек. Оған шариғат не бұйырса, соны міндетсінбей жасау керек. Сен бір әйелді алғаннан кейін дүниені мен тауып жатырмын деп айтуға хақың жоқ та, себебі сен айтпасаң да табуың керек. Олай болатын болса, не үшін алдың онда міндетсінетін болсаң? Демек, ондай нәрселерді міндетсінбейсің да, сенің хақың. Міне осы заттарды адам Құдайдан қорқып, өзі сезініп, бұл менің міндетім ғой деп жауапкершілікпен жасайтын болса, бұл адам не болады? Тақуаның тақуасы болады. Тек қана намаз оқып, ораза ұстап, жасаған адамның бары тақуа болмайды да. Мысалға шариғатта айтады, отбасыға адал нәпақаны, адал тамақты алып келу еркектің міндеті де. Ал енді сол еркек отбасыма қайтсем адалас алып келемін деп уайым қайғы түсіп, жаңағыдай жұмысынан қашып кетпей, ешкімді өтірік алдамай, керегінше қолының еңбегімен, маңдайының терімен жасап, ал осы жолда ол адам қайғырып, уайымдап, жауапкершілікті өтеу барысында күш жұмсаса, бұның әрбір жүрісі сауап болады. Осы уайымының өзіне сауап болады. Ол жұмыста жүріп мен ұтылып жатырмын, ана пәленше машалла мешіттен шықпайды деген сөз емес та, ол жұмыста жүріп сауап болады. Себебі оның уайымы не болды? Алладан қорқу, оның уайымы Алла үшін. Егер мен мына жұмысымды адал жасамайтын болсам, онда Алла тағала ертең менен сұрайды қияметте. Деп, ол Құдайдан қорыққандығы үшін, отбасына адал нәрсе алып келу үшін уайымдап жүрді. Сондықтан дін үшін қызмет ету деген, ол тек бір мешіттің ішіне қамалып отыру, немесе тек осы діннің қызметкері болу деген нәрсе болмайды. Уайымың 24 сағат, кез келген істе артында уайым. Алладан қорқып, Алла үшін, дін үшін, пайғамбардың жолы ғой деп адам уайымдап жасайтын болса, ол әрбір жасаған нәрсесіне сауап болады, әрбір тыйылған нәрселеріне сауап болады. Бұл Аллах тағаланың мұсылмандарға беріп қойған, біздерге беріп қойған өте үлкен жеңілдігі, кеңшілігі. Осы затқа жақсылап мән беріп қарауымыз керек. Жаңа хадистің соңғы жағында мынандай мәселе бар да, жалғасады. Егер сол діні және мінез құлқы сендерді разы қылған адам сұрап келсе беріңдер деді, бермесе бұзғыншылық пайда болады, фитна пайда болады деп. Сонда дәл сіздердікіндей сұрақ қойылған ғой. Сахабалар айтады: "Я Расулалла, уа ин кана фихи." Ол адам кедей болса ше дейді. Діндар, мінез құлқы керемет, бірақ кедей. Не істейміз дегенде,
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Иза джаакум ман тардауна динаху ва хулуқаху фаанкихуху саласа марратин». Пайғамбарымыз жаңағы жоғарыда айтқан сөзін 3 рет қайталап айтады қайта. Болды, қойыңдар деген сөз ғой. Кедей болса ше деп сұрайды. Пайғамбарымыз айтады: діні және мінез құлқы сендерді разы қылатын адам келсе, үйлендіріңдер, беріңдер қыздарыңды дейді, беріңдер дейді. Қаншама бойдақтар бар үйлене алмай жүрген. Менің мойныма аманат қылып жіберіп жатыр, ұстаз айта жүр деп айтып жатыр. Сұрап келсе беріңіздер. Қанша адамның мойнымызға несін арқалап кетпейік аманатын. Сол үшін қорыта келе қыз жақты таңдауды да, жігіт жақты таңдауды да бірінші олардың діндарлығы, мінез құлқы, көркемдігі барлығына мән берген дұрысырақ болады екен. Енді қызды сұрау, үйленердің алдында ұсыныс жасалады ғой. Жігіт жақтан ұсыныс жасалады, қыз жақтан ұсыныс жасалады. Бізде шариғатта Ханафи мазхабында тұрмысқа шығатын қыз өзін ұсынуға болады біреуге. Немесе бір жігіт бір қызды барып өз ұсынысын айтуға болады. Немесе біреу арқылы айтып беруге болады. Жігіт те қыз да біреу арқылы айтып береді. Егер бір қыз бір салихалы, мықты бір жігітті да, тақуа жігітті көріп қалса, ортада бір жеңгетайларды іздеудің қажеті жоқ, тікелей барып айтса болады. Айырылып қалмау керек та ондайдан. Немесе бір жігіт бір қызды көріп қалса, сонда естісе хабарлармен жан-жақтан бәрінің өтіп тұр жаңағы сипаттардан. Ондайдан құр қалып қоймау керек. Ертең пәленше кесін соған айтайық деген сияқты де ондай адамдарды күтудің қажеті жоқ. Тікелей жарып баруыңыз керек өзіңіз. Ондай сәтті жіберіп алмау керек. Иншалла келесі дәрісімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы турасында жасаған амалдары мен шариғаттың үкімдеріне тоқталатын боламыз. Аллах тағала баршаңыздан разы болсын. Алла біздерге тауфиқ берсін. Аллах тағала адасудан сақтасын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллахи раббил алемин.